Сәлем достар, Үздік педагог каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Әйгерім Дәулетиярқызы. Каналыма тіркеліп лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сұрақ көп, мақсат дөп. Бүгінгі мақсат топқа бөлудегі ерекшеліктерге тоқталу. Топқа бөлуді біртұтас тәрбиемен байланыстыруға бола ма? Әрине, болады. Сыныпта 20 оқушы. 4 топқа бөлуім керек. Тең қылып 5-5-тен бөлу міндетті ме? Әрине жоқ. Мәселен, мен отаныма қалай қызмет етемін тақырыбындағы тәрбие сағаты, ток-шоу, сыныптан тыс іс-шара болуы мүмкін. Осы кезде шығармашылық топ деп, ғылыми жобалар тобы деп, кітап клубы тобы деп, еріктілер клубы тобы деп, спортта белсенділер тобы деп сыныпты бөлуіңізге болады. Әр оқушы өзінің қызығушылығына қарай топтарға орналасады. Бірі шығармашылықпен айналысқысы келсе, сол шығармашылықпен айналысу арқылы отанына қалай қызмет ететінін дәлелдеу керек болады. Біреу ғылыми жобамен айналысатын шығар, біреулер кітап талдайтын шығар, еріктілер клубы бәлкім қамқорлықпен айналысатын шығар, спортта белсенділер тобы әртүрлі спорт саласындағы ерекшеліктермен көзге түсетін болар. Байқасаңыздар, әр топтағы оқушы саны әртүрлі. Ғылыми жобаларға 5, шығармашылық топқа 2, кітап клубына 6, спортта белсенділерге 4, еріктілер клубына 3 оқушы бөлінген. Яғни тең бөлінбегенін көріп тұрсыздар. Бастысы әр топ мүшесінің өзінің орындайтын тапсырмасы болу керек. Астын сызып айтамын. Шығармашылық топқа 2 оқушы бөлінсе, сол екеуі де қандай да бір жұмыс атқару керек. Яғни көлеңке оқушы болмау қажет. Кітап клубын таңдағандар 6 ма? 6-ы да кітапты талдауға қатысу керек. Еріктілер клубында 3 ма? 3-еуі де міндетті түрде қатысу керек. Яғни өзіндік пікірін білдіруі қажет болады. Бала бос отырмау қажет. Үнсіз бала болмау керек. Сыныпты топқа бөлгенде оқушылар санының тең болуы міндетті емес, бірақ кейбір жағдайларда ол маңызды болуы мүмкін. Тең жүктеме қажет болғанда мәселен, егер топтық жұмыста барлығы тең деңгейде қатысу керек болса, мысалы рөлдерді тең бөлу, немесе тапсырманы орындау уақытын үйлестіру, оқушылар санының тең болғаны пайдалы. Мысалы, пікірталас ұйымдастырғанда немесе жобалық жұмыс кезінде топ мүшелерінің саны шамамен бірдей болуы әділдік пен тиімділік үшін қажет. Бағалау кезінде, егер бағалау топтың жалпы нәтижесіне байланысты болса, топтардағы оқушылар санының тең болуы бағалау әділдігі үшін маңызды. Қашан маңызды емес? Рөлдердің икемді бөліну мүмкін болғанда, егер әрбір оқушы өз қабілетіне қарай жұмыс істей алатын болса, топтар санының біркелкі болмауы оқу процесіне айтарлықтай әсер етпейді. Мысалы, шығармашылық немесе пікір алмасу сабақтарында деп көрсеттім. Оқушылардың жеке қатысуы басым болғанда, егер топтағы әрбір оқушының жеке нәтижесі маңызды болса, теңдікке назар аударудың қажеті жоқ. Сіздер ой түйді деп ойлаймын. Комментарий, лайк сіздерден болсын. Бөлісе отырыңыздар. Сау болыңыздар.